Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бүгін біз адамзат тарихындағы ең ұзақ кезең тас дәуірі туралы сөйлесеміз, және бәлкім жаңа бір нәрсе білетін боламыз. Палеолит. Грек тілінен аударғанда палеос ежелгі, литос тас, яғни ежелгі тас дәуірі дегенді білдіреді. Ол үш кезеңге бөлінеді: ерте, орта және кейінгі палеолит. Ерте палеолит кезеңі 2 миллион 600 мың жылдан басталып, біздің заманымызға дейінгі 140 мың жылға дейін созылады. Бұл кезеңде шамамен 1 миллион жыл бұрын Қазақстан аумағына алғашқы адамдар қоныстана бастады. Бұл алғашқы адамдар питекантроптар мен синантроптардың замандастары болған. Ал олар қай жақтан келді? Қазір білетін боламыз. Питекантроптарды алғаш рет 1890 жылы Ява аралында дәрігер әрі антрополог Эжен Дюбуа тапқан болатын. Ал синантроптар 1927 жылы Қытайда Бейжің қаласына жақын маңдағы Джоукоудянь өңірінен қытайлық археолог Пэй Вэньжунмен табылды. Қазақстан аумағында да ежелгі адамдардың тұрақтары табылды. Маңғыстау түбегінде Шақпақ ата, Жамбыл облысында Қаратау жоталарының етегінде Арыстанды. Ал 1958 жылы дәл осы облыста археолог Хасан Алпысбайұлы Алпысбаев бүрі қазған және шабақты сияқты тұрақтардан 5000-нан астам еңбек құралын тапты. Ежелгі адамдар тұрақтарының іздері оңтүстік Қазақстанда да табылды: Қазанғап, Тәңірқазған және тағы басқалар. Ежелгі адамдардың негізгі кәсібі аңшылық, терімшілік және балық аулау болды. Мұны басқаша иемденуші шаруашылық деп атайды, яғни табиғаттың дайын өнімдерін пайдаланды. Жалғыз жүріп өмір сүру қиын болғандықтан, адамдар тамақты бірлесіп табу және жабайы жыртқыштардан қорғану үшін алғашқы қауымдық тобырға бірікті. Тас дәуірі осылайша еңбек құралдарын жасау үшін пайдаланған материалға байланысты аталған. Бастапқыда адамдар қазғыш таяқты, ұшталған тастар мен шоқпарларды пайдаланды. Кейінірек тасты өңдеуді үйреніп, еңбек құралдарының жетілдірілген түрлерін жасады. Негізгі материал ретінде малтатас пен шақпақтас қызмет етті. Олардан чоппер, бір жағынан өңделген тас, және чоппинг, екі жағынан өңделген тас жасалды. Сондай ақ бифас жасалды. Ол да екі жағынан өңделген, бірақ түзу әрі өткірлеу келген тас құрал. Сонымен қатар нуклеостер болды. Бұл жүз немесе қырғыш ретінде пайдаланатын қабыршақтарды бөліп алатын негізгі тастар. Қазірше осымен тамам. Келесі видеода тарихтың жалғасын көре аласыздар.